рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік. Отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Ардақты қазақ елі, қайырлы күн. JJFM-де Жібек жолы радиосының студиясындамын. Мен Нұрлан Имам, сіздерді бір сағат көлемінде сауалдарыңызға жауап беріп, жалпы рухани кеңістік, рух тәрбиесі, адам тәрбиесі, отбасы, құндылықтары, жалпы біздің Жібек жолы радиосының құндылықтар әлеміне қош келдіңіздер. Ниеттеріңіз қабыл болсын, жұмада ниеттеріңіз қабыл болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Адам өміріндегі ең қайталанбас дүниелердің біреуі ол жанұя болып табылады. Ол шын мәнінде рухани кеңістік. Сондықтан осы рухани кеңістікте біз өмірімізге қажетті, маңызды болған тақырыптарды, түйткілді мәселелерді қозғап отырамыз. Сізге қажетті болған жалпы өмірдегі сіздің көз қарасыңызды білудеміз. Егер білуге ниеттіміз, егер сауалдарыңыз болса, JJFM-нің студия телефонына хабарласыңыздар. Сіздерге мен Нұрлан Имам жауап беретін болам. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз, біздің Жібек жолы радиосындағы бүгінгі JJFM-дегі таңдаған тақырыбымыз рухани кеңістікті қамтыған, шын мәнінде ата-бабамыздан бізге салт болып қалған ұлы дүниелердің біреуі ол қонақжайлық, қонақ күту әдебі. Жалпы қонақтың екі тарапы бар. Қонақ бола білу бар, және қонаққа шақыру бар. Және қонақ бола білудің өзі үлкен дүние. Оны алдымыздағы хабарларға қалдырамыз. Жалпы қонақтық тақырыбын екі яки болмаса мүмкін қажеттік болса 3 десеңіз 3 ретте де күте аламыз. Неге? Өйткені біз қонақжай елміз. Қонақжайлық біздің қанымызда, біздің болмысымызда. Кел, жоғары шық, нан ауыз ти деген елміз ғой. Сондықтан қонақжайлық тақырыбы бізде маңызды. Құран кәрімде Алла тағала осы қонақжайлықты өте қатты көтерген. Неге? Өйткені бұны Аллаға жаққан істеп айтады. Құрандағы аталған ұлы пайғамбарлардың біреуі Ибрахим пайғамбардың лақабаты болған. Лақабатының есімі Абу Дайфан. Абу Дайфан деген сөз ол қонақ күтушілердің әкесі. Сондықтан ол кісінің не үшін солай аталды десеңіздер, бұл жарықтық пайғамбардың, Ибрахим пайғамбардың үйінің 4 тарапында 4 есік болады екен. Оңға да шығып кетеді, солға да, шығысқа да, батысқа да. Елдің бәрі сұрайтын көрінеді. Неге бұлай жасадыңыз десе, 4 тараптан да келген адам мен үйіме қонақ болсын деген екен. Өмірінде бір рет жалғыз өзі тамақ ішпеген адам тек қана қонақпенен дәм ішкен. Сол пейіне қарай берген хадисте де келеді, кімде-кім Аллаға сенсе, ақырет күніне сенсе, онда қонағын жақсы күтсін дейді. Мен өзім ойлаймын, біздің ата-бабаларымыз осы сөзді, осы ұлағаттықты өздеріне алған болар. Сондықтан қонақжайлық ең қастерлі дүние. Бірақ біздің түсінігіміздегі қонақжайлық ол басқа дүние. Ал қараңыздар, қонақжайлық деген қалай? Қонақжайлық 3 күннен кейін айтылады. Яғни сіздің үйіңізге сіз күтпеген адам қонақ болады. Ол бір күн, ол Құдайдың қонағы. Екінші күні, үшінші күні, сол үшінші күннен ары қарай өзінің ықтиярына түседі. Қала ма, кете ме? Міне содан кейінгі сізге сауап жазылатын дүниенің біреу. Біз енді 3 күн емес, 3 сағатқа да шыдамайтындар көп ау. Десе де айтық болғанымыз бұл қонақ күту. Неге? Қонақ күту адамның жомарттығының, кең пейілдігінің көрсеткіші. Сондықтан жүрегіңіздің кеңдігін, ақ көңілдігіңізді, ақ пейілдігіңізді, ақ жүректігіңізді көрсететін көрініс ол сөзсіз қонақжайлық болып табылады. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз Зайнаб бин Жахштың қызына үйленген кезде, Зайнаб бин Жахшқа үйленген кезде, Зайнаб анамызға сол кезде сахабалар келіп отырып алған көрінеді. Яғни валима деп айтылады, тойда отырды. Сонда Құран кәрімдегі Худжрат сүресінен аят түседі. Сендердің бұл отырыстарыңыз пайғамбар саллаллаху алейхи қинайды деп, жүрегіне ыңғайсыздық туғызады деген аят келіп түседі. Міне сол күннен бастап қонақта бір тиісті бір жөніменен қонақ болса, кейбір қонақтарда үйдің мезін шығарып жібереді. Әсіресе мынау кейбір адамдар анда тұр, мында тұр, мынандай кесемен ішемін, мынандай кесемен ішпеймін, мынандай шай ішемін, мынандай шай ішпеймін, мынандай тамақ жеймін, мынандай тамақ жемеймін. Әйтеуір не керек, заказбен ресторанда отырғандай үйдің есін мазасын шығарып жіберетіндер бар. Бұл жақсы дүние емес. Қонақ болсаң жөнімен қонақ болып, жақсы қонақ болып, қазақ айтады ғой, қазақтың сөзі қандай жақсы, қонақ қойдан жуас дейді. Сондықтан қойдан жуас болған халқымыз қонақжайлықты алға қойған. Сол үшін біз қонақжайлыққа аса мән беруіміз керек. Кезінде Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарға бірінші уахи келіп, Құдайдан бірінші Хира өңірінде хабар келген кезінде, мына бір қызық оқиға айтылады. Үйіне жүгіріп келіп әйеліне айтқан екен, Хадиша анамызға, маған осындай бір жағдай жайттар болды деген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар болатындығын білген жарықтық Хадиша анамыз айтты дейді ғой. Сен ағайындыққа бекемсің, сен әрдайым шындықты сөйлейсің, және сен қонақты жақсы күтесің. Мына осы 3 қасиет пайғамбарлықтың, даналықтың, ұлылықтың бірінші қадамы. Қараңыздар,
Кайталап өтөбүз. Сен агайындыкка бериксиң, сен өтірік айтпайсың, шындық сөйлейсің, үшінші сен қонақжай адамсың. Осы үш қасиет сізде болатын болса, онда Құдайға жаққан қасиетіңіз, елге жаққан жақсылығыңыз бар екен. Сол үшін де қонақ әкеден ұлық деген насихат бар ұлтымызда. Қараңызшы, әкенің, ата-ананың құрметін қалай біз дәріптейміз. Ал енді қонақ әкеден де ұлық деген сөз бар. Демек, қонақты күту керек, қонақтың айтқанын беру керек. Қонақ келген кезде біздің қазақ жақсы ниет қылып үйге қонақ келеді, 40-ның бірі қыдыр деп тамақ алып қойып, оған бір жақсы бір қолында дүниесіндегі бар нәрсені беруге тырысқан. Сондықтан жалпы өзі 5 нәрсеге асығу тыйым салынады, білесіздер. Асығып, апылдық, асығу шайтанның ісі дейді. Бірақ 5 нәрсеге асығу туралы насихат алғанбыз біз. Ол біріншісі қонақ күтуге асығыңыздар дейді. Яғни қонақ кеп қалғаса, сен тоқтай тұр, мен барып қойым сояб емес. Яғни бар нәрсеңізді беріп, содан кейін барып дайындай беріңіз. Біздікілер вот қолына жаңа альбом, бұрын қазір енді альбом жоқ. Үйге қонаққа келсеңіз альбом беріп қоятын, біздің альбомымызды көріп отыр деп. Енді қазір ол нәрсе жоқ. Әйтеуір не керек? Қонақты жақсы күту, барыңызды беру. Қонақ келсе, ет пісер, ет піспесе, бет пісер дейді қазақ. Сондықтан бір жақсылық сүрін алып тығып қоятын елміз ғой. Біріншісі қонақ күту, екіншісі дүниеден өткен адамды асығу, ол ақыретке атқару, яғни жерлеу мәселесі. Үшінші мәселесі бой жеткен баланы үйлендіру яки қызды ұзату болатын болса, одан кейінгі нәрсе қарызын беру, артынан ойбайлатпау, ешкімді жылатпау, ешкімді қинамау болатын болса, бесіншісі тәубеге тәубе ету, күнәға тәубе етуге асығу керек. Сондықтан сол үшін Пайғамбар саллаллаху өзіне сұрақтар келіп, Алланың ризалығы қайда, қалай Құдайдың ризалығын тапсам болады дегенде, жақсы сөйле, дұрыс сөйле, шындық сөйле, немесе тыныш тұрсын деді. Яғни мұсылмандықтың келесі бір хадисінде бір белгісі қайсы болады дегенде, көршісімен тату болады деген екен. Сондықтан кейбір адамның үйіне көрші кіріп келсе, онымен қалай болды, қабағын шытып жақтырмай, реніш білдіріп жатады. Үйіңізге қонақ келсе, ата бабамыз айтады, үйге қонақ келсе, жүгіріп шық есікке, егер қонақ кетсе есіктен, кесір болар несіпке дейді. Сондықтан көршіңізбен жақсы күту, бару, келу, кіру, шығуға атсалысуымыз керек. Кішкентайында альбом көрсетіп отыратын мама дастарханын жайғанша дейін. Міне біздің тарихымыз өтті ғой. Енді біз қазір өзіміздің сапарымызды Мальдиваны көрсетеміз, былай бардық, былай демалдық деп. Енді ол да жаман емес шығар, бірақ қалай болғанда да қонақтың көңілін аулау деген сөзге тірелу керек та. Қонақ бір нәрсені көріп отыру керек. Отырып алып пұткаретін нәрсе болмаса, бізде жаңағы үйдің мебелін, дастарханын сынап отыратын нәрсе жақсы емес. Сондықтан көрші қонаққа бару, қонақ күту, қонақ болудың әдебі өте тереңде жатқан дүние біз үшін. Сондықтан сауалдарыңыз болса жолдатыңызда. Қырғызстаннан көріп естіп отырмыз дейді. Тамаша. Қырғыз ағайындарды сәлем жолдап жатыр екен. Өзі жуырда ғана мемлекет басшысы Қырғызстанға сапар жасады, білесіздер. Сапардың деңгейі өте биік болды. Қазақ қырғыз бір туған деп ағайындық, бауырмашылық, шын мәнінде бір туған екенімізді, бауыр екенімізді, Орта Азиядан Құдайдың таңдаған көршіміз екеніміз, тілімізде, түрімізде, дінімізде, өмірімізде, жолымызда бір екенін түсіндік. Оны қырғыз ағайындар көрсетіп ақ берді. Мемлекет басшысының әкесі Кемел атамыз сол Қырғызстандағы ол кезде әскери училище, қазір гимназия, жаңылмасам 33-ші, сол гимназияда оқығандығы белгілі болды. Біз ол кезде, білесіздер, советтік кеңесте дәуірінде өмір сүргенде шекара жоқ еді. Барлық осы совет мемлекетінің азаматтары бір-біріне барып оқи беретін. Міне соған жетті, сол жерде бар екен. Тіпті қырғыз ағайындар сол бауырмашылық танытып, сол тарихи тұлғаның атын қойып, қазақ жазушы болғандығы, әке туралы, өмір туралы, жалпы ұрпақ туралы толғамдары көп адамға үлгі болған, насихат болған ескере келе, екі мемлекеттің достығын ескере келе, бауырмашылығын, тарихымыз, түбіріміз тең екенін ескере келе, атын бергеннің өзіне ерекше алғыс айтуымыз керек болатын шығар. Шын мәнінде жақсылар. Енді міне Қарақалпақстаннан көріп отқан ағайындар сәлем айтып жатыр екен. Түнде қонақ кесе дейді. Түнде қонақ келсе не істейсің? Түнде келгенде бес жауып қоймау керек. Кезінде мынандай бір мәселе бар екен. Біреудің үйіне түнде қонақ кепті. Қонақ кеп есігін қақса, бала ер жігіт ашады ғой енді. Есік жігіт ашса, енесі тұрған екен.
енесін көре салып айтатын көрінеді, ой ене мынауыңыз ұят қой, түн жарымда қалай, ой дала суық қой, қалай келдіңіз, ой жаным ай деп есті қайта жоқ қойыпты ғой. Сондай болып қалып жүрмесін, яғни үйге кіргізіп төрге шығарып түн бола ма күн бола ма қызмет жасау керек. Бірақ келетін қонақтың да алдымыздағы бағдарламада біз ережесін қонақты барушыларға және қонақ күтушілерге ережені талдап беретін боламыз. Ал енді қараңыздар. Бірінші, қонаққа барғандарға ереже. Қалай барамыз қонаққа? Не деп барамыз, қалай барамыз? Біріншісі, қонаққа барардың алдында келісу керек ағайындар. Баруға хабарласу керек. Баруға бола ма, үйде боласыздар ма? Ол заманауи адам жіберу болғанмен ертеректе қонақ келе жатыр деп. Кейбір адамдарда қонақ келе алмайтын болса, бара алмайтын болса, онда қазіргі заманның ұялы телефондарын пайдалануымыз керек. Осы ұялы телефондар арқылы пайдаланып біз хабар беруіміз керек. Екіншісі, есік қағасыз. Есік қағу әдісі бар, рұқсат сұрау деген сөз ғой, яғни есік қағу деген енді қоңырау болатын болса, қоңырау болса, әйтеуір не керек? Бір кішкене сыпайылықты, биязылықты танытуыңыз керек. Кел кезде басқа бөлмелерін аралап, рұқсатсыз заттарын сынап, дастархан мінеп кететін жағдайлар бар. Бұл жақсы емес. Қонаққа келген адам болмайды. Келесі, құрғол баруға болмайды. Дұрыс, құрғол баратын меніңше үйде Құран оқығанда молда ғана келеді-ау деймін, құрғол. Бірақ оның өзі сауабын бағыштап кетеді. Қалай болғанда да әйтеуір не керек? Құрғол бармау керек. Тоқашты бала сүйкімді болады. Сондықтан қолыңызға бір нәрсе алып бару жақсы нәрсе. Содан кейін үй иесі көрсеткен жерге отырсын деп айтылады. Яғни көрінген жерге барып, төрге барып, жайғасып отырып алмау керек. Жаңа дүние алуы мүмкін адам, сырланған болуы мүмкін, бұзылып тұрған болуы мүмкін. Мына креслоң жақсы екен деп кейде креслоның үстіне отырып алып, кейде дананың үстіне шығып, мынаның үстіне шығып, маған анадай алып кел, көрпе алып кел, бүйт алып кел, сөйт алып кел деп үйдің мезісін шығарып жібереміз. Бұл жақсы нәрсе емес ағайындар. Яғни үйдің иесінің рұқсатыменен болған жақсы керек. Одан кейін жаңа айттық, мукафат деп айтылады. Мукафат бұл сыйлық деген сөз. Яғни сыйлықпен бару. Кезінде Сүлеймен пайғамбардың өзі айтады дейді ғой, мен сондай бай бақуатты болсам да үйге қонақ бір нәрсе алып келсе жақсы деген сөз. Яғни бірінші рұқсатпен болсын. Келесі, біз қонаққа барған адам бір мәселе шақырылған жерге ғана бару. Яғни шақырылмаған жерге зорлап, мен де бара салайын, мен де кіре салайын деген нәрсе сәл келмейтін шығар. Қонақ күтушінің әрдайым көңіліне қараңыздар. Отыра бермеңіздер, иә? Қонақ болғанда әсіресе мынау бала-шаға, енді сіздің бала-шағаңыз көп болған, ұрпағыңыз көп болғаны мемлекетімізге де, жалпы дінімізде де, ағайындыққа да өте ұнамды нәрсе. Бірақ кей кезде 5-6 баласын барлығын алып баратын адамдар бар. Орын бола ма? Өзі кейде отыратын орында шақтап жасайды бір адам. Мысалы, 10-15 адам шақырса, 15 адамға орын, 15 адамға прибор қойып, жағдай қояды. Ал енді сіз 7-8 балаңызды алып келесіз, және ол балалар да бір бұрышта өзінше бір дастарханға отырмай, кейде дастархан үстіне шығып кетіп жатады. Мына имам ретінде мен жиі көретін нәрсем сол. Баласын алып келіп, не алдына отырғызады. Ол бала өзінің мазасын алады, қасындағының мазасын алады. Дастарханнан ананы сұрайды, мынаны сұрайды, бала ғой енді. Сөйткеннен кейін сәл ыңғайсыздау жағдай болады. Біреудің үстіне шай төгеді, біреудің үстіне дастархан бөлінетін жағдайларды біз жиі көріп жатырмыз. Иә, баланың баладай қылығы болу керек шығар, бірақ оны реттейтін, оны жүйелейтін сіз бен бізбіз. Сондықтан тәлім тәрбиелі, рұқсатсыз кейде дәм алмау, рұқсатсыз апаратын болсаңыз рұқсат сұрап бару. Кезінде мынандай бір риуаят айтылады, енді оның тереңдігі қаншалықты сахихтығын зерделеніп жатар, бірақ кезінде пайғамбардың үйіне салам бір қонақ әйел келіп баласымен келген кезде мен күйеуімнен тек қана сізді кіргіземін деп рұқсат сұрадым, сондықтан кіргізе алмаймын, айып етпеңіз деп қайтарып жіберген деп айтылады ғой. Жаңылмасам Фатиманың үйіне болу керек, қызы, күйеу баласының үйіне. Сол үшін ардақтылар, әр нәрсе өз жөнімен, ретімен болу керек. Мен балаларым бар еді, үйде таста. Кейбір адамдар өзі айтады, балаңызды ала келіңіз, балаңыз біздің үйге келсін, біздің балалармен ойнайды, танысады деген болатын болса, онда жақсы. Оның бірнеше бөлмесі бар. Енді бар болғаны қуыстай бір бөлме, қуыстай 2 бөлменің ішіне 4-5 балаңызды сүйретіп алып барған сәл ыңғайсыздау болады. Үйдің иесінен алғысын емес, кейде ренішін алып қалуыңыз жөн болады. Орындар белгілі ғой, сондықтан бұл сақтық болу керек. Келесі, біз отыра бермеу керек. Мына жаңа айтып кеттім, қонақ келеді екен, ет піседі екен десе, ет салайын деп едім деп кейде енді сат мезерет дейді біздің халқымызда. Сондай бір ыңғай танытса, сол кезде жарайды ет салғанша отырайын деп сәл отыра бергеніңізде қиыспайтын шығар. Қарап көру керек, егер сізді күтпесе, онда шаруаңыз біткеннен кейін қайтқанда дұрыс шығар. Одан кейін асты сынамау, дастархан сынамау, дүние мүлкін сынамау. Өткенде мынандай тамақ болып еді, шикі болып еді деп тіпті біреудің үйіндегі жағдайды айтып, бәленің үйіне
үйіне барып едік, тамағы шикі болды, еті піспеген болды, еті қатты болды, дастарханы бауырсағы қатып қалыпты деген сияқты нәрселерді айтпаңыздар, және ол біреуді сынағаныңыз сол үйді сынағаныңыз болып табылатындығын ескерткім келіп тұр. Келесі, үй иесінен біз кішіпейілдікті танытуымыз керек үй иесіне. Үй иесінің өзі кішіпейіл болғанда, қонақтың өзі кібірленбей, тәкаппарланбай, бәлен деп сынамай, балаларына тіл тигізбей, одан кейін артық дүниені сұрамау, артық дүниені сұраштамау. Яғни, мысалы айтайық, келін алған болса, келін неге бала көтермей жатыр, күйеу балаларың қандай болып шықты, тура сол сияқты жұмыстарың қалай, айлықтарың қаншама, мына үйді қалай алдыңдар, неге ыдыс-аяқтарың жаңартпайсыңдар, жаңа дүниелерің қайда, қандай көлікпен жүріп жатсыңдар, әке-шешең деген сияқты кейде интимді жеке мәселелерге дейін кіріп кететін қонақтар бір әдепсіздікті танытқан болып есептелінеді. Сондықтан қонақ жайлықтың өзінің шекарасы, шеңбері өте кең. Қонақ жайлылықты біз қашанда жөнімен жасауымыз керек. Мынандай хадисте келеді: қонақ келген адам дұрыс сізбен амандаспаса, онда оны үйге кіргізбеуге де құқыңыз бар. Сондықтан қонақ жайлы адам сәлемді мәселені дұрыс таныту керек. Сәлеміңізді дұрыс беру керек. Кейде ерінің астынан, қабағының астынан қабағын шытып отырып, мына соңғы уақыттағы ең біздің заманауи әдепсіздіктердің бірі, ол кітаптарда жоқ, кейінгі келген әдепсіздіктердің бірі, мынау телефон шұқылауды айтқан болар едім. Қолына ұялы телефон алып, қонақта отырып, біреу сөйлеп отырса, телефонды шұқып отыратындар бар. Кеше ғана бір үлкен лауазымды кісі отырып, тамақ ішіп отырып, Құран оқығанда отырып, енді бір жақсы сөз айта бастап едім, тұра қалды да телефон шұқи бастады. Содан кейін ренжімеңіз, енді сіз үлгі болатын адам, неге олай жасайсам кешіріңіз деп телефонды қойдырдым. Тура сол сияқты үлкендер сөйлегенде, қонақта, біреудің үйіне барғанда, яки болмаса бұл үйдің иесі де телефонды шұқыламауға кеңес беремін. Қандай дүние болса да телефондарды сөндіріп, мүмкін дыбыссыз режиміне қойып, сәл арырақ қойып қойсаңыз жақсы болады. Неге? Өйткені қонақтың көңілі сізде болады. Сізде болған кезде ол сіз оның телефонын шұқып отырсаңыз, онда ол сәл ыңғайсыздық, менсінбегендік болады. Бұл сізге қатысы жоқ. Сондықтан айтпақ болғаным, телефонды қонақта барған адам және келген адамда, екі қонақтың екеуі де телефон шықмасын деп айтқан болар едім. Неге? Өйткені бұл көңілсіздік болып табылады, адамды елемеу болып табылады. Қоғам өзіңіз сияқты имамдарға қажет өте, шәкірттер көбейтіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Сондықтан мынау қонақты күтудің тақырыбында болғандықтан осы төңіректе сауалдар қойсаңыздар. Келесі, үй иесінің рұқсатымен алу және күй иесінің рұқсатыменен дәм салып алу. Осы екі нәрсені бөліп айтайық. Кейбір кезде қонақта шектен шығып кету дүниесінің біреуі, мынау дорба пакет сұрап алу әдеті бар. Берші мынаны сатып алып кетейін, мен балама жегізейін, әйеліме жегізейін, күйеуіме жегізейін деген сынды. Үйдің иесінен рұқсатымен болса, өзі сізге мынау кәдімгі жұлынбалы салфеткалар өзі әкеп береді. Онда алыңыз. Ал етпесе жаңағы былай қарап, оңға қарап, солға қарап, ешкім қарамаса сумкаға салып жібергеніңіз, немесе қалтаға салып жібергеніңіз бұл ұрлық болады. Сондықтан рұқсат үйдің иесінен болу керек. Үйдің иесі өзі сыңай айтады, міне алыңыз дейді. Сонда ғана алуға рұқсат. Енді кейбір кезде алыңыз десе, алыңыз деген осы екенде бәрін сыпырып алып кетпеу керек. Кейбір жерде тарелка қасығыма дейін алып кететіндер бар, ырымдап. Жақсы екен, септір посуда екенін алып кетейінші, ырымдап, мен де септерге жетем ғой деп. Бұл дұрыс емес. Бұл нәрсені қойыңыздар. Неге? Өйткені бұл әдепсіздік бар. Бұны көрген бала сізден сол ұрлықты жөн деп есептейді. Әсіресе мына қонақ үйлерге барған кезде ыдыс аяғын, тәпішкейін, оның салафанын, киіктесе киім жуатын вешалкасына дейін іліп қоятын, соның бәрін салып алатындар бар. Бұл әдепсіздік болады, ағайын, ұрлық болады. Олай жасамаңыздар. Бұл бір-біріңізге олай ұрлық болады. Бұл тәрбиесіздік болады. Бұдан келген дүниеге сіз байымайсыз. Сондықтан оны рұқсатымен, егер алып кет деген болса, алып кету басқа, жеп ішу басқа дүние екен, нақты біліңіздер. Кейбір адам есептейді, енді қазанға түскен қапқа түспейді ғой, енді маған берді ғой, ала берем деген сөзіміз жоқ. Ол сізді жеуге берді, салып алуға берген жоқ. Сізге қонақ болуға берді, пайдалануға берілді. Мүмкін оның ыдысы, құтысының ішіне және құю ықтимал. Сіз оның барлығын алып қолданғаныңыз сәл әдепсіздік болып қалатын шығар. Келесі, сол кішіпейілдіктің ішіндегі бір дүниенің іші, yani бұл жаңағы біз айтқан кішіпейілдік тақырыпты кеңейткеніміз ғой. Қонақ болған кезде бұл
кіші пейілдіктің ішіне кіретін дүние сөйлемей отыру емес. Кейбір адамдар мен кіші пейілмін деп қазақ айтпақшы бір тыймаса да әйтеуір ішінде бір бәлесі бар дегендей үндемей отырады. Үндемей бәрін қабағын бүйтіп қойып көзін астын деп отырған бұл жақсы нәрсе емес. Үйдің иесінің көңіліне тиетін кейбір адам сөйлете алмайсың, біреуді тоқтата алмайсың. Сол мен жаңа тоқтата алмайтындарды айттым да, енді сөйлемейтіндерді айттым. Сол сөйлемеген адам кейде жаңа жақтырмай отқан сияқты болады. Жақтырмай отырғандай. Яғни ұнамағандай, оны үйдің иесі де бір күйбелеңге түседі. Ұнады ма, тәтті ме, алсаңызшы деп отырады. Сондай күйге түсіреді. Одан кейін біз үйдің иесінің көңіліне қарап отырыңыздар, яғни шын мәнінде біз келесі бағдарламада бұны айтамыз, үйдің иесі де алып отыру керек тамақты. Соған қарай мына қонақтың өзі де соған икемделу керек. Егер сәл айтылған сөзі болса, кей кезде болады жұмысқа баратыны болса, енді мынау қазіргі заманның бір мәселесін айтайын, бір бөлме, немесе бір жарым бөлме, 2 бөлмелі үйі барлар, баласы бар, келіні бар, әйелі бар үйлерге кіріп алып, сол үйде тамағын жеп қонақ болғаннан қонып кететін ағайындарға айналайын. Біз 21 ғасырдамыз. Мәселе пейілде емес. Сен пейілді сонша кең, ол адам үйден өзі шығып кеткісі келеді. Бірақ бұл жердегі мәселе, айналайын қазағым, сіз біреудің үйіне бір бөлмелі бөлмеге кіріп алып, оның әжетханаға кіріп шығуыңыздың өзіңізге қиын, үйдің иелеріне қиындық тудырады. Сондықтан жөніменен қонақ болып, сый-сияпатыңызды көріп, содан кейін қонақ үй бар, немесе басқа үй бар, жалданбалы үйлер бар, сондай жерлерге барсаңыз жөн болады деп айтқан болар едім. Енді ағайындар болады, жақын туыс тумалар болады. Олар келгенде де үйдің келіне, үйдің жағдайларына қарау керек. Одан кейін әдепті адамның қай уақытта да мұсылман әдепті болу керек. Мейлі ол қонақта ма, мейлі үйде ме, қонақ қойдан жуас дейді қазақ. Үндемей отырып, алдыңыздағы нәрсені қойған кезде соны сынама деп айттық. Сонымен бірге мына қабағыңызды ашып, жақсы сөз сөйлеп, сұрағына жауап беріп, жаңа ұялы телефонды шұқымастан, ол адамға ыңғайсыз тудыратын сауалдарды қоймастан, қызың оқып жатыр ма, қандай оқып жатыр, сабағы қалай, оның жігіті бар ма деп сұрайтындар көрінеді. Қашан күйеуге шығады деп, сіздің қандай шаруаңыз бар? Әркімнің өз тағдыры, өзінің өмірі бар. Түсінесіздер ме? Сондықтан бұл нәрсенің қажеті жоқ. Егер өзі адам ашылып сізге айтпаса, оның ішіндегі дүниені тартпау керек. Енді осы жерде бір шығатын дүниенің біреуі ысырап мәселесі. Ағайындар, қонақта ысырап болмайтынын біліңіздер. Қонақ жайлық адамның қазақтың пейілі бол. Енді біз бір-бірімізді қонақ жайлықтан тартсақ, бір-бірімізге дастархан беруді тартсақ, онсыз да ресторан мен кафеден көрісіп, онсыз да қуанышпен өлімде ғана көретін болдық бір-бірімізге. Бармасаң, келмесең, жат боласың деген қазақтың бір нақылы бар. Бару, келу, кіру, шығу, бір-біріне сый-сияпат тарату біздің ұлттығымыздың болмысын, қазақ халқын өрге бастырған дүниелердің ұлы нәрсенің біреуі осы. Мына қызметін алға қойып, жұмысының ауыр екенін алға қойып, ағайынмен араласпай, тіпті сол өзінің жанұясынан, ұрпақтарынан қалған бар. Сізге ешкім рахмет айтпайды. Сіз дүниеден өтіп кетсеңіз де балаларыңыз өмір сүреді. Сіз мен болмасам дүние болмайды деген адамның мысалы, ол қораз шақырмаса күн шықпайды деп айтқанмен бірдей. Сондықтан бұған сақ болуға шақырам. Сол үшін осы мәселеге назар аударуларыңызға шақырам. Осымен бірге біздің ұлттық құндылығымыздың біреуі қонаққа барған кездегі тілек баталарыңызды көл көсір қып айтуға шақырам. Жақсы ниетіңізді айтып, қабыл болсын деп айтып, ниеттеріңіз жетіңіз, мақсаттарыңыз орындалсын, балаң үйленсін, қызың тұрмысқа шықсын, жақсы сөз жарым ырыс деген ұлы дүние бар ұлтымызда. Осы нәрселерге ерекше мән беріңіздер. Отырып алып тілекті, сөзді аяп, аузыңдағы сөз, мүмкін сенің жүрегің қайнап тұрған шығар. Мүмкін сіздің жүрегіңізде жақсы ниет, пейіл өте көп шығар. Бірақ сіз оны көрсетпегеннен кейін, біз оны естімегеннен кейін, сіз оны бізге ұстатпағаннан кейін, оның барынан не пайда?
Сондықтан сол тілегіңізді айтып бата беруді біздің қазақ халқы қонақтағы бата ер азаматтар тіпті әйел қарындастарда ешкім жоқ кезде ниетің қабыл болсын қана әумин деп тілек қылайық деген бұл жақсы дүниелер екен айтқым келеді. Үндемей отырып мүмкін сенің тілегіңде бар шығар жүрегіңдеген, біз жүрегіңдегін ашып көре алмаймыз ғой, көріпкел емеспіз, жүректі көретін қабілет бермеді бізге. Сондықтан қонақтағы ең жақсы дұғаларды беріңіздер, қонаққа ұнайтын нәрсені айтыңыздар. Содан кейін кейбір үйлердің перзенті болмайды. Перзентін енді денсаулығына байланысты әртүрлі жағдай. Сол кезде бала туралы сөз айтудан сақ болуға шақырамын. Үйдің иесіне, жүрегіне тиетін, көңіліне тиетін, оның назын қозғайтын, ішіндегі жарасын қозғайтын, зары мен мұңына орналастыратын дүниені сіз сейілтуші болыңыз. Сіз оны одан бетер қоздырып, одан бетер ренжітетін адам болуыңыз жақсы емес. Имам Муслимде келген хадисте осы бата берудің ең жақсы үлгісін айтады. Аллах Тағала сенің ризал нәсібің неңді, дастарханыңды ең жақсылар жесін, ғалымдар жесін, өз елге жаққан, Құдайға жаққандар келсін үйіңе деген мысалы жақсы сөздер бар ғой. Қораң малға тойсын деп қазақ халқы бата береді. Осы нәрселерді кіргізуге шақырам. Одан кейін бір мәселе, мынау біз көңілге қарап сөйлеген кезде, кей кезде тым қатты әсіре мақтауды да қойған болар едім. Әсіре мақтау біздің табиғатымызға жақпаған дүние. Мақтаған осы екен деп, кейбір кезде көпшік қоямыз деп, шектен өтіп, табиғаттан өтіп, тіпті мақтауды өтірік қосып, әйтеуір бір нәрсесін көрсем екен деген мақтауды айтпауға шақырам. Неге? Өйткені бұл жақсы дүние емес. Әр нәрсе өзінің орнымен, жерімен, ретімен, орнымен болуы керек деп есептеймін. Қонақ күтудің, қонақ болудың, қонақшыл болудың орны осындай дүние. Одан кейін мына қырқы берілмеген, қазақтың салтында қырқы берілмеген, әлі жетісі өтпеген үйлерге қонақ күту, тіпті үлкен шаралар жасау біздің ұлттық құндылығымызда сәл ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан да осы нәрселерге мән беруге шақырам. Мынау отырған кезде тәрбиелі, ұлағатты, үлгі болатын сөздерді айтып, сізден кейін, сіздің отырған орныңызға арымдап адамдар отырып, осы кісінің бір шарапаты жұқса екен деген қазақтағы асату мәселесіне де осы жерден кеп шығады. Енді қонақта, біз қонақ күткен кезде асату дүниесін айтқым келеді. Асату бұл жақсы ырым, бірақ біздің соңғы кездегі адамдарымыз, үлкенді кішілеріміз кейде ауруларға байланысты, әртүрлі жағдаяттарға байланысты кейбір адамдар кірпияз болады. Ондайды онша қаламайды. Сонда қаламайтын адамдардың аузына тықпыштап, сен жеу керексің, ішу керексің, көңілін қалдырма деп зорлап көрсету бұл бейәдептің бейәдебі болады. Адамның алдына қазақ айтпақшы ас қойдың, екі қолын бос қойдың, болды осы нәрсе жеткілікті деп айтқан болар едім. Яғни жегеннің үстіне же деп аузына тыққыштап, мынаны жеуің керек деген дүниелер дұрыс емес. Неге? Өйткені адам ретіменен, жөніменен болу керек. Адам өзі алып жеп, тәбеті тартқанда жейді. Одан кейін тым қатты қонақтың көңілін табам деп шектен шығып кететіндер бар. Жаңағы бүкіл нәрсесін ақымақ шынын айтам деп сырын айтады дегендейін барлық нәрсені көмкеріп тастайды. Мынау осының барлығы мындай. Мынау пайғамбарымыздың бір хадисіне оралайыншы. Яути алан наси заман дейді. Бір заман келеді менің үмметіме дейді. Сол кезде химматухум бутунухум, адамдардың аңдығаны ас болады. Қараңыздар, міне қазір біз осы төңіректе отырып алып дастарханды мақтап, соғымды мақтап, төртелден беселі бәлен жерден түгілен жер. Енді жарайды, айтыпсың сұраған адамға бәлен жердің жылқысы екен, түгілен жердің ет екенін білдік. Болды, енді оны
апарып космосқа дейін апарып көтеріп, өмірде ет көрмегендей, өмірде салат жемегендей, жаңағы бәлен жерде осындай салатымдан мындай, тамағымдан мындай деген тамақ құнды, бірақ адамнан құнды емес, қонақтың көңілінен де құнды емес. Осы нәрсені түсінгейсіздер. Жеген осы екен деп, жаңа зорлап, мынадан да же, мынадан да же деп адамның көңіліне табу дұрыс емес деп айтқан болар едім. Қайта енді қортып келе батасын алыңыздар. Келген қонақтың батасын алып, оның бір жақсы сөзін тыңдауға, енді келген қонақта да кең пейіл, ақ көңілді, жақсы ниетті, жақсы сөзді, жақсы ойлы, жақсы пікірді болмағы керек болады. Жалпы қонақ қойдан жуас, қонақ ырызық, қонақ жомарттық, қонақ нәсібе, қонақ береке, қонақ ұзақ өмір, қонақ ырыздықтың жүруі, қарыздан құтылу, қонақ нәсібенің алға басуы, Құдайдан жақсылық келуі, қонақпен бірге 40 нәсібе келеді, оның біреуін ғана өзі жесе, 39-ы қалып кетеді деген. Сондықтан ардақты ағайын, қонақ болыңыздар, қонақ бола біліңіздер. Үйлеріңізден қонақ үзілмесін. Ниеттер қабыл болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бізде жақсы қонақ туралы әуендер бар, соны тыңдаңыздар. GGFM-мен бірге болыңыздар. Қыз табиғаттың тыныс алуы. Сол деммен бір толқында болайық. JJFM. Сенің қысқы тынысың.